Сәлем достар, біз бүгін осындай фотоның жасалу жолын көрсететін боламын. Ол үшін жолдасымның суреттерін пайдаландым. Ең алдымен Google'дан осындай фотоларды сақтап аламыз, өз телефонымызға жүктеп аламыз. Егер телефоныңыз Android болса, онда Google'дан жасауға болады. Егер iPhone болса, Safari'ға кіріп, осындай Remove деген сөзді жазып тереміз. Осы жерде фотоларымыздың фонын тазалап тастайды, яғни артқы бетін тазалап береді. Осылай етіп, біз оны өзіміздің телефонымызға сақтап аламыз. Бірінші скачать, одан кейін барып загрузить, бұл жерден шығып кетеміз. Файлыға кіреміз, осы жерден жаңағы скачать еткен фотоларымызды сақтап аламыз. Дәл осылай мен жолдасымда суретін қиып алдым, оны да сақтап алдым. Енді фиксартқа кіреміз. Google'дан тартып алған фонға арналған фотомызды осы жерге бірінші қойып аламыз. Астыңғы жағынан функциялар арқылы добавить фотоға өзіміздің фотомызды қоятын боламыз. Размерді өзіңіздің қалауыңыз бойынша қойып қоямыз. Мен дәл осылай ортасына қарай жылжытып қойыңқырадым. Республика күніне байланысты қиылып алған эмблемамызды астыңғы жағына қарай фотомыздың орналастырамыз. Республика күніне арналған фотомыз дайын. Енді кез келген әлеуметтік желілерге жүктесеңіз болады.